Қол дірілдеуі, тремор, бұлшық еттердің еріксіз ырғақты қозғалысы. Ол кейде уақытша, кейде созылмалы түрде болуы мүмкін. Бұл жай ғана шаршаудың белгісі де болуы мүмкін, бірақ кей жағдайда жүйке жүйесі, ішкі ағзалар немесе гормондық тепе-теңдік бұзылғанының белгісі болады. Қол дірілдеуінің негізгі себептері: физиологиялық зиянсыз діріл, шаршау, ұйқысыздық, ұзақ ашығу, күшті эмоциялар, қорқыныш, ашу, қуаныш, суықта қалу, бұлшық еттердің жылу беру реакциясы, кофе, шай, энергетик, алкоголь, темекі, шамадан тыс қолдану. Нерв жүйесіне байланысты эссенциалды тремор, тұқым қуалайды, көбіне жас ұлғайғанда басталады. Паркинсон ауруы, қол тыныштықта тұрғанда да дірілдейді, қозғалғанда азаяды. Бас ми жарақаты, инсульттен кейінгі жағдайлар. Гормондық және зат алмасу бұзылыстары, қалқанша безінің гипербелсенділігі, гипотиреоз, жүрек қағуы, арықтау, ашуланшақтықпен бірге болады. Қанда қанттың тым төмен болуы, гипогликемия, әсіресе диабетпен ауыратындарда, бүйрек, бауыр аурулары, ағзада уыт жиналғанда жүйке қызметі бұзылады. Дәрілердің жанама әсері: кейбір антидепрессанттар, астмаға қарсы дәрілер, гормондық препараттар қол дірілдеуін тудыруы мүмкін. Витамин және минералдар жетіспеушілігі, ВТБ дәрумендері жүйке талшықтарының жұмысына аса қажет. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.